Маған жақында бір жүкті келіншек хабарласқан болатын. Жүктіліктің 38-39 аптасы. Жанар ханым, сіз гинекологсыз ғой, менің уақытым келіп тұр, босанатын күнім жетіп тұр, срочно маған демалу техникасын үйретіңізші деді. Мен демалу техникаларын үйреткен болатынмын. Ол кісі жақсы жеңіл босанды, бірақ бұрынғы жыртылған разрывтары қайтадан жыртылып кетті. Енді көбісі ойлауы мүмкін, демалу техникасының барлығын жасады ғой, неге жыртылды деген сияқты. Қыздар, егер бұрын сізде разрывтар болған болса, тек қана демалу техникасы жеткіліксіз. Неге? Өйткені бұрынғы разрывтардың орны ол қазіргі сіздің бұлшық етіңіз, теріңіз сияқты күшті созылмайды. Мысалы, сіздің денеңізде бір глубокая рана болған кезде ол жерде шрам қалады. Шрам – это соединительная ткань. Оның бір минусы ол созылмайды. Ол жерде қан айналымы онша болмайды. Сол себепті өте көп жағдайда бұрынғы разрывтар қайтадан жыртылып кетеді. Сондықтан қыздар, егер де сізде бұрын босанғанда разрывтар болса, келесі босануға міндетті түрде промежності сол шрамды жыртылмауға дайындайсыздар. Ол үшін өте күшті көмектесетін ол массаж промежности. Бұл кісі 38-39 аптасында келіп тұр, ол массаж жасауға уже уақыты болмады, 2-3 күннен кейін босанды. Сондықтан бұрынғы разрывтары бар қыздар болса, сіздерге айтарым, міндетті түрде массаж промежности жасаңыздар. Ал массаж промежности жүктілік кезінде қалай дұрыс жасалу керек, қалай грамотно жасау керек? Алла қаласа, осы четверг күні 24 сәуір күні тікелей эфирде мен барлығын түсіндірем қыздар. Сондықтан егер де сіз жеңіл босануға, разрывсыз босануға дайындалып жүрген жүкті келіншек болсаңыз, міндетті түрде сол эфирге келіп үйреніп алыңыз. Бірақ эфир жабық арнада өтеді, сондықтан міндетті түрде WhatsApp чатқа тіркеліп алыңыз. Сол жаққа мен сілтемені жіберетін боламын. Арнайы чатқа тіркелу үшін осы видеоның астына немесе менің жекеме бір санын жазып жіберіңіз.